Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен көп мөлшерде күнделікті ішуге арналған ши компотын сіздермен бірге әзірлейтін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Мінекей осылай отта суымызды қайнатып аламыз. Міне менде су жыбырлап жатыр, уже қайнайын деп. Соның үстіне мен осындай шиін салдым, вишняны, яғни содан кейін бетіне шыққан көбіктерді өзім сүзгішпен жайлап алып тастаймын. Сіздер және де басқа да фруктылармен осылай компотты қайнатсаңыздар болады. Содан кейін мен бұған 2 стакан, яғни 400 граммдай қант қостым. Бұл жерде видеода түспей қалған қанттың қосқаны, сондықтан дәміне қарай қантты қоссаңыздар болады. Осылай қатты қайнағаннан кейін араластырып, дәмін көріп, орташа отта қайнатып, сөндіріп тастауға болады. Содан кейін суығанша бетін ашып қойып қоямыз. Мінекей, енді біздің компотымыз суыды, және де ары қарай ішіп пайдалануға болады. Менің рецепттерімді жіберіп алмаш үшін каналыма тіркеліп, және де лайк басып, комментария қалдырып қойсаңыздар болады. Комментарияға жауап жазатын боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.